Қарындас келдік болды. Сізде 1000 теңге. Менде ақша жоқ. Ақша жоқ дейсіз, қалып қуасыз ба? Қаланың абасынан тасып ақмақ болмайсың? И чё тассың? Ақшам жоқ менің. Қарындас төлеңіз, сөз. Все, давай. Қызық емес маған, төлеңіз. Неге есік құлтап қойдыңыз? Ашыңыз. Ақшасын төлеңіз, мен ақмақ емес шығармын, қарындас. 1000 теңге таксидің ақысын төлеңіз, болды. Короче, қазір мен мына жерде шыңғырамын да, позорын шығарамын мына таксимен зорламақшы деп. Помогите! Мен ақмақ деп ойлайсыз ғой сонда. Міне видео регистрация бар, қазір 21 ғасыр. Көрдіңіз ба? Бәрін от үйде түсіріп келіп жатырмын мен. Осыны көрсетсем, сіз мен емес, сіз позор боласыз бұл жерде. Ағай, бұл ше пранк қой, пранк. Мен қазір білесіз ғой, пранк не? Бұл пранк. Ағай, ренжімеңізші, пранк қой, пранк түсінбейді екенсіз. Маған сізге 1000 емес, 2000 теңге. Есікті ашыңыз, иә? Жақсы, сау болыңыз. Ойбай. Қазір 21 ғасыр ше, осындай видео регистрация қойып қойыңыздар. Осындай моменттерде көмектеседі сіздерге лайфхак ше. Қазір неше түрлі адам бар, таң алмайсың даже ше. Айтпақшы, мен сіздер ақыр тыңдап отырсыздар ғой, мен сіздерге бір дерзкий таксопарк ұсынайын. Арба деген таксопарк бар. Комиссия 1,5%, техподдержка 24/7, QR оплата бар. Ай сайын бәйге ойнатылады. Миллион қаржылай сыйақы, бытовой техника, 35 купон жинасаң, 20 литр бензин гарантия. Ақша шешуден еш проблема жоқ. Яндекс заправка бар. Анау Сабина айтып жүрген таксопарк қой. Кезеңдешпе.